Дәуіт пен Әзірейіл періште қиссасы. Бірде Дәуіт пайғамбар мен Әзірейіл періште сұхбаттасып отырғанда, олардың үстіне Дәуіттен қарыз сұрап бір жігіт кіріп келді. Дәуіт оған ақша берді. Ол кеткен соң, жан алушы періште: «Ей Дәуіт, сен мына жігітке қарыз беріп жатсың. Құдайдың әмірімен жігіттің жанын 7 күннен соң мен алам». Ал ол ажалынан бейхабар. Ахиретпен ісі жоқ. Сауда жасаймын деп сенен қарыз алып бара жатыр деді. Арада 2 апта өткен соң жігіт Дәуітке қарызын қайтарды. Пайғамбар оның тірі жүргенін көріп, Әзірейілден: «Мына жігіт сау саламат әлі жүр ғой?» деп сұрады. Сонда Әзірейіл: «Жоқ Дәуіт, жігіттің ажалы толып еді. Сенің үйіңнен шығып бара жатып, жолда қайыршы жетім баланы көрді. Оған мейірімі түсіп, қолындағы бар ақшасын бере салды. Жетім бала қуанып: «Аға, Алла сізге ұзақ өмір берсін» деді. Жетімнің тілегі қабыл болып, Алла оның ғұмырын ұзартты, несібесін көбейтті деді. Садақа бәлені жояды деген нақыл сөз осыдан қалған екен деседі.